Армысыздар көрермен, Атырау арнасында Атырау Квест. Араға апта салып біз сіздермен қайта қауыштық. Біз бүгін бірінші кезеңді қорытындылайтын боламыз. Қорытындылау үшін біздер Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері және Атырау арнасының редакторлары, қызметкерлері бірге отырып, ақылдаса отырып, 17 команданың ішінен 7 команданы келесі кезеңге өткізетін боламыз. Ендеше бастаймыз. Ал құрметті көрермен, біздер қыркүйек айынан бастап алған Атырау Квест бағдарламасының түсірілімінде не көрдік, нені тамашаладық. Яғни 17 команда қатысты. 17 команда қандай қызықты да қиын сәттерге тап болды. Ендеше біздер 17 команданың ойынына шолу жасайық. Ендеше бізге келіңіздер. Сондай қайсар жандардың бірі Гуфстан командасы ортамызда. Жігіттер, қалайсыздар? Гуфстан командасы. Команда капитаны Жеткіншек. Жеткіншек, қош келдің. Дайындық қалай? Мықты, дайындалдық, ұтуға тырысамыз. Гуфстан, неліктен команданың аты Гуфстан? Өйткені біз Атырау өлкесінің жастары болғандықтан, өзімізді осы қазір заманауи жас болғандықтан ағылшын тілінде Гуф деп алып, сол Гуфстан болып тұрық, Атыраудың жастарымыз. Каспий үстелерін сайты өткендей капитан командасы Дәурен мырза, яғни айтты, менің шапшаңдығыммен, Жанаргүлдің логикасымен, Альмираның математика. Көреміз, басталды, уақыт кетті. Бірінші тапсырма орындаулары қарқынды жаман емес. Зәкір. Шәрки. Шәрки дейтін. Шәрки деп өз. Реюшка дейді. Өздері шығып тұр ғой, нормально. Ши жоқ қой мына жерде. Ши дейтін ол. Ши деп мынаны айтатын дайға тоқып қойды. Соның ішіндегісін. Ішінде қазық та жоқ. Мүмкін ши болар. Осы істегі. Қазық болар. Қазық. Онда ши. Мақал мәтелдегі бос орынға сөздер жазу. Ал жазайық. Бірінші мақал. Теңге тиыннан өсер, Жылқы құлынан өсер. Керемет. Екінші кеттік. Сепсіз не жоқ. Ақша кетуге тырысады, есеп ұстауға тырысады. Қамшыдан тама берсе көл болар ма? Нада есеп көл болар. Ақша кетуге Есеп ұстауға тырысады, орысшасыңыз. Ақша Тапшағын ашсаң, тақтай қақпағын жол берді кіші кіресің ішіне. біреу оңда, біреу солда. Бұл Сықырлауық па? сықырлауық. Біреу содан. Тік тұра күн ұзын, екеуі тым ұзын. Біреу төменде. Айналамызды қараймыз. Шаңырақ. Үстін жапқан шапшағын ашсаң тақтай. Жол береді. Таңдай қақпағын деп тұр. Жоқ. Қатар жатқан таласа, екеуінің бойы аласа. Қараймыз. Табалдырық па? Табалдырық бар ғой. Бұның табалдырық және атауы Маңдайша. Маңдайша. Табалдырық. Сықырлауық. Маңдайша, табалдырық, сықырлауық. Шаңырақ. Бейтаныс керек емес аттарды алып тастаймыз. Ал. Іздейміз. Міне. Екеу. Үшеу. Тамашалаймыз. Қараймыз. Динозавр әлеміне бейтаныс затты алып тастаймыз. Көріп тұрмыз ба? Яғни соңғы алған жәдігеріңіз бейтаныс па? Тұрғын үй қалашығында 1943-1948 жылдар тұрғызылған мұнара. Кейін тарихи сәулеттік маңызы бар деп есептеліп, бұл ғимарат бүгінге дейін сақталды. Қай мұнара? Ал ойланамыз. Мұнара бұл. Мұнара. Қай түсініп от? Мұнара деген зат. Мұнара болғаннан кейін мұнараның түрі жалпы осы. Мен ойымша, Қашқанда дейді. мысалы мынау. Не болса да 48-ден бері қарай салынды ол. Сол
сол башня атаудың өзі тарихқа сүйене отырып қойған ба әлде бертін келе қоя салған ба? Сол жағы белгісіз. Мұнара башня, ал ойлаңыздар. Екеуі бір сөз ба әлде? Бұл мүмкін анау сол тарихи ғимараттың орнында соны тұрғыза қойған болуы да мүмкін негізі. Сол жерге. Ғимаратты жаңартып, манағыдай атын башня қылып. Ал көрейік. Соңға нәрді нақты жауаптарыңыз сол аймақ деп отырсыздар, е? Иә. Команда сізбен келіседі. Яғни сіз шешім қабылдайсыз, команда капитаны. Бір нұсқа бар ма? Не болса да алда енді, артта емес. Алда. Қай жерде айтып ойлап отырсыз? Башня ресторан жағына қарай барады сөз. Ал сонымен уақыт оздырмайық, сіздің уақыттарыңыз кетіп бара жатыр негізі. Мен жүре берсем жүре берем. Бірақ сізге команда нақты шешімдеріңіз қараңыздар өздеріңізге. Енді мұнара біз көне ана башня деп орысша сөйлей үйреніп қалғасын ба, сол жерден естедік манағы. Өзіміз қазақи жігіттер болсақ та, мұнара деген сөзге кішкене ойымызға бірден кіріп болмады. Содан кейін барып, башня ма деп ойлап, сөйтіп соған уақыт кетіргеніміз бар. Азамат орталық командасы, яғни 62 мен 65 жылдар аралығындағы салынған нысан Атырау орталық алаңында көпір дейді. Көрейік, сенейік. Ал азаматтық орталық командасы сіздердің, яғни пайымдауыңызша 62 мен 65 жылдар аралығында салынған орталық көпір деп ойлаймын. Орталық көпір. Дәл таптыңыздар. Қошемет. Командаларға шолу жасап болсақ, бүгін міне біздер Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері және басшысы Рашида Ерімқызы, бағдарлама редакторы Айнагүл Қалбаева Қонысқалиқызы. Біздер бүгін іріктейміз. Ендеше сөз кезегі Рашида Ерімқызы өзіңізде. Бұл сайыстың кезінде біз тек қана сайыс ретінде емес, бұл музейге көрермен тарту мақсатында келген қатысушылар арқылы тарихи құндылықтарымызды насихаттауға біз тырыстық, және бұған үлкен қол жеткіздік деп білемін, себебі қатысқан 17 команданың ішінде тарихи құндылықтар туралы бұрын соңды білмейтін мәліметтермен өздерінің санасын жаңғыртқандығы, білетін мектеп бағдарламасында оқыған бағдарламаларын одан әрі пысықтап, өздерінің жаңағы балаларын оқу кезінде де қолданылатындығын айтып жатты. Бұның барлығы біз үшін үлкен жетістік деп білеміз. Мысалы, осы музейдің палеонтология бөлімшесінде болған қызметкерлеріміз жаңағы мектеп бағдарламасында динозаврлардың әлемінің өткендігінен өздерінің есте қалғандарын қайтадан ой елегіне түсіріп жатса, бірақ картадағы елді мекендердің орналасуын, яғни осы уақытқа дейін өлкеміздегі қандай қасиетті орындар мен киелі жерлердің бар екендігін білмейтіндігі бізді қынжылтты. Ал Каспий Ньюс бағдарламасы бұл мысалы сұрақтар берілген уақытта тез арада сұрақтың жауабын шешіп жатты. Бұл тәжірибелердің бар екендігін, жалпы музейге келіп жүргендігін, бұл Каспий Ньюс бағдарламасының командасы осылай өздерінің жалпы музеймен байланысының бар екендігін дәлелдеп берді. Бұған дейін олар музейдің жұмысына атсалысып жүрген командалар, сондықтан олар өздерін осындай жақсы жақтарынан көрсете білді. Әрине, сұрақтардың барлығы бірінші тур болғаннан кейін оңай болды. Жаңағы қойылатын көз алдарыңызда, мысалы, алға қарай 4 қадам, солға қарай 3 қадам, сан мен санды қосқанда неше шығады, оның қорытындысынан жаңағы картинаның орналасуын табыңыз деген сияқты. Әрине, екінші турда сұрақтардың барлығы күрделене түседі, қиындай түседі. Ең бірінші ойынды біздер жас кәсіпкерлермен бастадық. Жеткіншек Жасталапов, Ақзір Абекенова, Жеңіс Бейсенбаев. Ойындары мен үшін жақсы ұнады. Жігіттер позитивті, ойлаулары жақсы, жүйрік. Бірақ енді кішкене ақинақ деген сөзге қиналып қалды. Бірақ енді кіріккен сөз, көнерген сөз болғандықтан әлі іздейміз. Енді ізденуге құлшыныстар мол. Анау қалай, мынау қалай, қайта санап, қайта жеті рет кесіп, өлшеп бір рет кескен
сондай шешімдер қабылдайтын командада. Команда капитаны өзі патететті жақсы. Мен үшін өзіме ұнады осы команданы белсенді. Мен осы команда қалдырсам ба деген ойым бар. Әріптерін қойшы. Ал кетті. Немен рет-ретмен қоя берді. Қараңыз. Сол сөздерді. Иә, сол сөздер құрайсыздар. Сен 8-ші сұрақты қарап отырсың ба? Санап отырсың ба? Санап берейін ба? Ең ұзақ бізді сөз іздеу тапсырмасы болды. Ақинақтан кейін астында тұрған сұрақ қой, дұрыс айтады, иә. 7-ші сұрақтың, бана қойылған сұрақтың вообще форматы кішкене қиындау, түсінікке қиын болған. Сондықтан сол жерде, сол сұрақта біз өте көп уақыт жойғанбыз. Халел Досмұхамбет атындағы Атырау мемлекеттік университетінің студенттері Нұржол Жақсылық, Қайзада Серікова, Бақтыгүл Еркін. Енді бұлар команда жақсы ойын көрсетті, бірақ әлі дайын қарапайым тіпті ат әбзелдеріне қатысты әшекей бұйымдарға қатысты сөздерге енді бұлар журналистер болғаннан кейін білу керек деп ойлаймын. Бұлар білу керек деп ойлаймын. Сол себептен бұл команда әлсіздеу, әлі дайындық керек. Мүмкін келесі тағы да ойындарға Бақтаржан, Баптаржан қатысып жеңімпаз атанар. Бірақ менің пікірімше бұл команданы келесі кезеңге жолдама алмау енді өздерінің шешімдеріңіз, менің пікірім алынбайтын сияқты. Мұхамбет Батырдың мен едім өлеңіндегі кездесетін киіз үй элементтерін жазыңыз дейді. О, мен нарында жүргенде жүргендері Исатайдың барында. Сол өлеңді жатқа еске түсірсеңіздер, Тұрған бөреді. оңай болады табу. Екі табан бөледім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім. Топпен ұшсақ, сіздер екі қыз бөлек қоғаңызды Нұржолмен бірге. Мен нарында жүргенде Басың жаны жоқ. Әбден соңында біз басын жетпейміз. қай так киіз үй элементтерін жазыңыз дейді. Сұрақты қайтан оқып, қайтан зер салыңыз сұраққа. Мұхамбет Батырдың мен едім өлеңінде кездесетін киіз үй элементтерін жазыңыз дейді. Киіз үй дейді, киіз үй жайлы айтылған ба? Төртінші команда бізде азаматтар арналған үкімет қызметкерлері, Жанаргүл Аманова, Нұрлан Ұлбаев, Бейімбет Әсет, жақсы команда. Бұлар басында бірінші турда ойлаған екен, музейдің ішінде таң тамашалап, музейдің ішінен іздейміз, квестті сонда ойнаймыз деп. Бірақ бұлардың бақтарына сәйкес, яғни бірінші тур кезеңдерінде далада болды, далада ескерткіштерді, қаланың ішінде болды, ескерткіш аралау. Енді бұлар команда өздерінің уақыттан өздері жоғалтып алды, өздері жоғалтып алды десеңіздер. Қайырғали Смағұлов пен Қиуат Жүсіпованың ескерткіштерін шатастырып алды. Ол уақыт, ол жерде тек қана ойдың жүректі емес, уақытқа да байланысты болғасын. Бұл команда енді халықты куә болар, өзі бұл команда келесі кезеңге өте алмайды. Ал кетті команда. Жүгіреміз. Сіздер асықпайтын жатса, уақыт бар. Сөйтіп, мысалы, командалар қатысты, енді белсенді жастар, үздік спортшылар, маған енді жақсы ойда қалған команда. Пікірсайшылар командасы, Пернебек, Қиясов, Ғасырбек, Сайлау, Нұрсұлтан Жанұзақов. Мерекелік шығарылымда. Өте белсенді жастар, ой, жүректері, қиялдары жақсы. Тіпті менде таба алмайтын еді, мына жапон қызметкерлері кәдімгі біздің қазақстандық қызметкерлері, яғни кәсіпкерлік қызметкерлерін айырмашылықтарын тап дегенде, олар тауып жеңілдік берсек те, тауып іздеп, маған жақсы ойын көрсетті. Балалар үшеуі де позитивті, ойлары емін-еркін ашық, ойлау жүйелері де, жүгіруде, физикалық тұрғыда да, моральдық тұрғыда дайын деп ойлаймын. Бұлар келесі турға өтсе екен деймін. Сұрақ: Жапонияның супермаркеттері көп жағдайда қазақстандық супермаркеттерге ұқсас десек те, кей қызметкерлердің жұмысында ерекшелік байқалады. Ұлттық сипат деуге де болады, өйткені бұл жапондықтардың дәстүр мен этикет нормаларына сәйкес келеді. Сұрақ: Жапония супермаркеттегі қай жұмысшы өзгеше қызмет көрсетеді және де оның өзгешелігі неде? Немес пе? Корзина тасып жүрген адам емес пе? Мүмкін, ол да мүмкін. Асырбек, бізде Жапония артықшылық болу керек бізден. Бізге қараған артықтау. міне. Ұлттық сипаты, робототехника емес, о. Амандасу. Мәдениетімен келе жатсыздар. Жапония елі қандай, халқы қандай, білесіздер ме? Мәдениет жағы қандай оларда? Қалай қалыптасқан?
жоғары деңгейде. Қызмет болды екен. Негізі Пернебек келе жатыр. Яғни Алғыс айту келе жатсыздар. Олар тұрып көмектесек, кассирға отырып. Міне керемет, дәл таптыңдар. Міне олар Жапония елінде тұрып көмектеседі. Осы бірінші кезеңнің жаңалығы болған командалар Атырау облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері және пікірсайысшылар командасы. Сол екі команданың ойына бір шолу жасайық. 2003 жыл салынған дейді, міне майлы бояумен. 2003. Аха. Киіз номер сөйледі. Суреттің атауын білесіздер ме? Атауы суреттің жайықтан өтуі. Исатай Махамбет Дастан көшесінің жайықтан өтуі. Яғни бізде бірінші сұрақтың жауабы Исатай Махамбет бастаған көтерілісшілердің жайықтан өтуі. 11. Сонымен шешім 11 жылқы. 11 жылқы. Және де дұрыс жауапты еді. Керемет. Түнде сені іздедім. Жоқсың сен, қайдасың? Соны білмедім. Кейде барсың, кейде жоқ. Сен бір елесің. Түнде таным болып, маған келесің. Оны орындаушылар Досқасан! Сондай-ақ бізде бірінші осы кезеңге ойынға журналистер белсенді көп қатысты. Яғни өңірлік коммуникация қызметкерлері өкілдері, сонымен қатар Атырау қоғамдық саяси газетінің қызметкерлері, және де Каспиан Ньюс телеарнасының қызметкерлері. Бұл командалар енді іріктеуден өтті. Үшеуі де өтті. Алда уақытта келесі турлардан көреміз. Оларға да бір шолу жасап көрейік. Салып ием қыштан үйімді, ішінен жарық көрінді. Тауып көрсен де осынан көнеден қалған бұйымды. Ал табамыз. Салып ем қыштан үйімді дейді, ішінен жарық көрінді. Тауып көрсен де осынан көнеден қалған бұйымды. Шығыдандар деген ғой жаңағы. Салып ем қыштан үйімді. Ішінен жарық көрінеді. Жоқ, қыш нәрсе деп тұр ғой кім? Қыштан жасалған да? Дұрыс. Онда біздің шырағдан анда да болды, онда қандай? Қараңыздар. Қай жерде шырағдан ба, ол мүмкін басқан нәрсе ме? Неше минут қалды? 4 минут қалды. Сонымен осы шырағдандар. Дұрыс. Құжатта былай деп жазылған. Көпнікте жолдас дивизиядағы таңдаулы барлаушылардың бірі. Шабуыл ұрыстарда ол алдыңғы шепте жүріп, жау жағынан көп мәліметтер жинап, дұшпанның қозғалыс бағытын дұрыс анықтап, нақты жағдайды басшылыққа дер мезгілінде хабарлап отырды. 1940 бір менің ескерткіштің сол уже жолдас деп тұр, иә. Жазылып тұр. 1942 жылы 19 қаңтарда ол бір топ барлаушылармен даңқ ордені иеленді. Тақтада жазылған. Бұл кім жайында? Оның есімі ескерткіш тақтада. Ал құрметті әріптестер, Рашида Ерімқызы, сонымен біздер іріктеу кезеңін өткіздік. 7 команда өтті. Мен атайын. Жас кәсіпкерлер, бірінші команда, Каспиан Ньюс телеарнасы, екінші команда, Атырау пікірсайысшылар орталығы, үшінші команда, Атырау облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінің өкілдері, төртінші команда, Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, бесінші команда, пікірсайысшылар, алтыншы команда, сонымен жетінші команда, облыстық Атырау қоғамдық саяси газетінің қызметкерлері, 7-ші команда. Енді бұл жаңағы қасиетті орындарды өлкенің тарихын тек қана орталықта ғана емес, бұл іс-шараға біз аудандық деңгейде де араластырсақ дұрыс болады ғой деп есептейміз. Қазір біздің осы өлкедегі Құрманғазы, Индер, Исатай аудандық музейлері, Жылой аудандағы, Мақат аудандағы музейлермен және елдің мақтанышына айналған Алтын Орданың астанасы Сарайшық қорық музейінде де түсірсе, бұл үлкен жетістік болады дейміз. Бұл біріншіден мынау ойынға қатысушылар біздің аудан көлеміндегі музейлердің қорындағы тарихи құндылықтармен танысса, солар арқылы біздің көрермендеріміз біздің облыс көлемінде қандай музейлердің бар екендігімен танысады ғой деген
жоспарымыз бар. Барлық бірде аудандық музейді алмай, жаңағы келесі іріктеуге мысалы сол тарихи орындардың арасында мысалы жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында велосипедтерді қолданып, мысалы жаңағы театрдан кітапханаға дейін, кітапханадан жаңағы Шаймардан Сәдиев музейіне дейін мысалы велосипедпен жолда, себебі қазір қала әкімшілігі өте үлкен жұмыстар жасап жатыр. Мына велосипедтердің жолы салынды. Кез келген жерден еркін велосипедпен жүруге болатын мүмкіншілігі бар. Сондықтан бұны велосипедпен іріктеу кезеңінен кейінгі сайысты солай өткізсек, бірақ оның сұрақтарының барлығы әрине алдыңғыдан гөрі күрделірек болады. Оның ішіне сценарийға кіріп ойындау рөлдерін қосуымызға болады. Сондықтан сондай бағытта жасасақ дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Ал енді келесі кезеңге жолдама алған командаларда шын жүректен құттықтаймыз. Атырау Квест жобасының келесі кезеңіне жолдама алғандар: жас кәсіпкерлер, Каспий Ньюс телеарнасы, Атырау пікірсайысшылар орталығы, Атырау облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінің өкілдері, Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, пікірсайысшылар, облыстық Атырау қоғамдық саяси газетінің қызметкерлері. Ал құрметті көрермен, бір команда жақсы, бір команда өкінішке орай демекші. Біздер келесі кезеңге өтпей қалған командаларға алғыс хаттар, яғни Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің отбасылық абонементі табысталады. Рашида Ерімқызы, марапат кезегі өзіңізде. Атырау Квест тележобасына қатысып, ұшқыр ой, тапжылмас төзімдікпен іріктеу сынына қатысқаның үшін алғыс білдіремін. Аман болыңыз. Музейге достарыңызды алып келіп тұрыңыз. Бұрын болдыңыз ба музейде? Енді достарыңызбен бірге күтеміз сізді. Рахмет. Музейге келіп тұрыңыз. Сонымен қатар, мынау сізге барлық отбасымен музейге ата-анаңызды, бауырларыңызды барлығын әкеліп, музейдің көрермені болуға шақырамыз. Бұл ойынға қатысқанымызда жақсы болды. Біршама нәрсені өзімізге білдік. Әлде алдағы сайыстарға да қатысқымыз келген. Біздің кезеңіміз жаңа далада қаланың ішін аралаумен өтсе, біз музейдің ішінде қатысқымыз келген. Бір мезгіл жұмыстан миымыз демалтып, Семейге де жаңағы жолдаманы ұтуға талпынысымыз болған. Бірақ енді сәл бақшалама, бапшалама дейді ғой. Бұйыртқаны алдағы тағы да болатын ойындарға да қатысармыз деген ойдамыз. Ал енді іріктеуден өткен 7 команда. Біздер енді жеңілдік бермейміз. Сұрақтар енді қиын болады.